Жібекті түте алмаған жын қылады, қатынды күте алмаған күн қылады дейді. Жалпы мынандай бір тенденцияны байқаймын мен. Еркектер көбінесе өзіміз кайфовать етеміз. Солай ма? Біз аларда не дедік? Сенің бүткіл біліміңді, руханиятыңды барлығы менің мойнымда деп айттың. Бірақ сен бала туғызасың, үйде декретке тастап кетесің, көзің бақырайтып, анау келесің, жүн болып жатады. Сен не дейсің? Екінші әйел аламын дейсің ғой сосын. Қазақта сөз бар ғой. Жібекті түте алмаған жын қылады, қатынды күте алмаған күн қылады дейді. Содан не істейсің сен? Үйге келесің, елді ұстазың уағызына бір тыйып аласың. Түсінесіз ба? Қасында екінші әйел алған браттар бар. Олар келеді, екінші әйел ал, тоғаласың, тәпсірлейді ғой енді неше түрлі. Сурет дейді. Сосын сен келесің, мынандай болып елестейді да сен үйге барасың да, мынандай кепкір, толған аузына палау, ана ауыз кішкентай да, аузына келіп қинайсың ғой сен. Ана қасқа қақалады ғой. Түсінесің ба? Сенің екінші әйел алам деген түсінбейді ол. Ниса сүресін дейін ба екінші әйел мәселесі? Айуа. Оның алдында Фатиха бар, Бақара бар, Ал-Имран бар. Негізі соның ішіндегі нәрселерді айту керек еді да, Нисаға секіріп кетпей тұр. Сенің келісіміңде бар ма ол? Бар ғой ол. Уәде бердік қой. Уәде бердік қой біз дейтін. Алланың алдында. Аля суннати расулилля, пайғамбардың сүннетіне де қарай деп. Дұрыс па? Біз қоғамның бір мүшесіміз. Әрбір қоғамның мүшесі бір отбасымыз. Отбасында сондай жақсы дана әйелдерді біз тәрбиелей алатын болсақ, одан шыққан жақсы балдарды жақсы келісімді ұстанатын, уәдеде тұратын, өтірік айтпайтын адамдарды тәрбиелесек, ол күшті болады да. Машалла.